Сәлеметсіздер ме? Сіз жақындарыңыздың суретін салып үйренгіңіз келе ме? Бүгінгі сабақта портрет салып үйренеміз. Бейнелеу өнерінде портрет салып үйренеміз. Портрет салуымыз негізгі үш бөліктен бөлінеді. Үш бөлік дегеніміз үш түрлі форма бар. Мысалы, дөңгелек келген, содан кейінгісі үш бұрыш болып келген, міне, үш бұрыш болып келген, және сопақтау болып келген. Бұл жерде басты мақсатымыз бізде үш бөлікте бөлінеді. Мысалы ретінде дөңгелекте адамның басының формасы. Енді үш бұрышқа салатын болсақ, біздің үш бұрышты мына жақындарының иектің аздауы мидың жоғарғы жағы үлкендеуін білдіртеміз. Сопақтауда бастың сопақ екенін көрсетеміз. Көп табиғаттың заңдылығында бұл үш бөлікке бөлінеді. Ендігі мақсатта портретте біздің мынандай қойылатын шарттарымыз бар. Портреттің өзінің пропорциялық санайлы түрлері бар. Ол орталықты біз осевая линия сызамыз. Осевая линия сызып, енді біздің көз мөлшерімізбен біз көзді табуымыз керек. Бұл жерде адам басында негізгі көз деген осы аяғынан бастап басына дейін барғанның тура ортасында бізде көз болады. Көзді біз толығымен таптық. Ендігі мәселеде біздің қасты табуымыз үшін, мұрынды табу үшін біздің мына шаштың басталатын жерімізден алып, осыны үшке біз бөлеміз. Үшке бөлген арқылы біз оның мына қастың барын және мұрынның барын біз көрсетеміз. Ендігі мәселеде біздің енді конструктивалық арқылы бергі бет жаны дегенді сездіртеміз. Сол арқылы біздің мына жаны тапқан кезде біз бергі бетін табамыз. Мынау жандар болып кетеді. Мысалы ретінде біз жанына біз конструктивалық сызық арқылы біз мына линияны көрсетеміз. Ол біздің бастың формасын барын сездіртеміз. Ендігі мәселе, мына көздің өзі басталған уақытында, мына мұрын мен көздің басталуы бір линияда шығады, негізінде. Содан көздің аяқ жағы мына жақтың шетінен бітеді. Біздің бас сүйегіміздің шетінен бітеді. Сол сияқты мынау жоғарғы линиямыз уже бізде қас болады. Енді өзі мына қаңқамыздың, басымыздың қаңқамыздың өзі көздің орналасуы негізі үлкен мынандай круг болады. Дөңгелек болады. Сол дөңгелек арқылы біз общий көздің формасын тауып аламыз. Содан кейін уже көз іште тұрады. Біздің басты нәрсеміз, бұл жерде түсіндіріп кететініміз, осы бастың формаларын қалай жинау керек екенін. Ендігі біздің мына ауызды табуымыз, мына мұрын мен иектің тура орталығы жағынан біздің ауыздың ортасы шығады. Бұл ортасы шығып, көздің жарты жағынан ауыздың шеті біте бастайды. Міне, мен мынау сызу арқылы, сіздерге көрсету арқылы, мен мына жерде ауыздың бітетін жерін көрсетеміз. Ендігі мәселе біздің көздің мөлшерімен конструктивно сызғанымыздың ары қарай жалғасымен біз құлақты іздей бастаймыз. Мұрынның да конструктивно арқылы сол төмен қарай кеткен кезде бұл жерде құлақ пайда болады. Міне, сіздерге қарап көрсететін болсақ, осы құлақ кетеді. Ендігі мәселе құлақтың астынан бізде мойын шығады. Мойын бізде уже денеге ақындап қосылады. Осы арқылы мен сіздерге бұлай айта кететін болсақ, портреттің өзінің заңдылықтарын ұстай білсеңіздер, портреттің толық санамын білсеңіздер, осы үш бұрыш болсын, дөңгелек болсын, сопақ болсын, сол арқылы қандай формада болса да өзінің заңдылығында тоқталатын жерлері осы басты тақырып ретінде айтамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.